Құрметті де қымбатты Асылжан, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспін. Сен тек қана биіктерден көрейік. Қадамыңа гүл, келбетіңе нұр, қиялыңа қанат бітсін. Шаңыраңа құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ, шығар биігің асқаралы болсын. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға тола берсін. Бақытты өмір сүруіңе шын жүректен тілектеспіз. Қазақ тілінде қысқа да нұсқа әрі дәл айтылған 3 тілек бар. Соларды мен саған тілеймін. Олар денсаулық, бақыт, ұзақ өмір. Себебі денсаулық болса жұмыста болады, табыста болады. Бақыт деген сөздің ауқымы кең. Себебі біреулер үшін бақыт деген сүйген адамның қасында аман сау жүргені. Бақыт деген біреулер үшін ата-анасының қуанғаны, ал біреулер үшін бақыт деген балаларының бақытты болғаны. Ал егерде денсаулық пен бақыт болса, неге ұзақ өмір сүрмеске? Денсаулығың мықты болсын, бақыт құсы басыңа қонсын, өмір жасың ұзақ болсын. Өрге өрлейтін өмір, ол өмірді жеңетін уақыт. Ешкім ешқашан көрмеген бақыт, әрқашан орындалатын арман тілеймін. Көлдей көңіл тілеймін таусылмайтын, өзендей өмір болсын сарқылмайтын. Аспаның айлы түндей ашық болсын, дұшпаның бір өзіңнен қашық болсын. Айта берсек, тілек көп таусылмайтын, жаза берсек, қалам көп майыспайтын. Жүректегі тілекті өлеңменен жеткіземін мен саған шын көңілмен.